Қазақтар доширак жегеннен, роллтон және жегеннен бүкіл әлемде бірінші орынға шығыпты. Оны роллтон компаниясының бас директоры ұлты Қытай сол айтты. Қазақтар роллтон жегеннен бүкіл әлем бойынша біздің компания үшін бірінші орынға жетті деп. Яғни бич пакет қайыршылар жейтін тамақ жасанды, құр кеспесі бар және оның ішіне химиядан жасалған әртүрлі специялар, сол салынған қайыршылардың жейтін ең арзан бич пакетін, яғни қазақтар көбі алады екен соны. Сөйтіп біз бірінші орынға шығыппыз. Мен ойлаймын, біздің ата-бабаларымыз төңкеріліп жатыр, зираттарында бір аунақ қалды. Біздің ұрпақтарымыз әлемдегі жасанды роллтон тамағынан бірінші орынға шықты деп бич пакет жеп. Қашан қазақ бич пакет жебеді? Ешқашанда жемеген. Мал баққан халық, миллиондаған ірі қарасы бар халық болатын. Николай II заманында, кеңес өкіметінің кезінде қазақтар бірінші орын алатын мал шаруашылығынан. Олар жеркенетін жеуді бір жасанды жаман қайыршыларға беретін тамақты жеуге. Сөйтіп бүкіл байлығынан арылып, енді қазір сол доширак пен роллтон жарнамалары әрбір ит сиетін жерде тұр қалаларда, билбордтарда же деп, құлақтарына лапшаны салбыратып, ауыздарына қып-қызыл қылып кетчупты қанға ұқсас қылып түсіріп, қыз бен жігіттерді сөйтіп жарнамалап жатыр. Бәрі соны жеп жатыр. Міне азғындағаны ұлттың. Осы кеше ғана бір елсі 2200-ден сайғақтың етін Алматыда сатып жатты. Кәдімгі бір тауықтың етін сатқандай. Халық асғырса, халық төменгі деңгейге түссе, иттің борбайын жейді деген баяғыда менің әжем. Сөйтіп расында да азғырғандығы сондай. Бір бар болғаны бір 500 000 киікті сыйдырмады еліне қазақ. Солардың жеген шөбін көр алмай, бәрін жеп қойды, тонап кетті. Бізді қайыршы алып тастады, мына киік бәрін жалмап жеп кетті. Мына киіктер бір пәле болды деп. Енді 500 000 киікті қырып, билік арнайы қаулым шығарып, одан кейін оның мүйізін Қытайға жіберіп, ал киіктердің еттерін бар болған 2000 теңгеден сатып жатты зәулім қалада. Осыдан өткен масқара жоқ. Қазақтар киіктен қызғана бастады шөптерін. 9 миллион квадрат километрлер бар Қазақстанның. Әлемде 9-шы орындалатын алпауыт мемлекет.